Абай Құнанбаев. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айрылғанын, өлді деп ат қойыпты үнке білмес. Көп адам дүниеге боялдырған, боялдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, ойландашы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмасын, терең ойдың телміріп сонына ермей. Дүниеге дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей болып орынға алмас. Дүниеге ынтық машқарға амалсыздың, иманын түгелдеуге аузым бармас. Природа смертна, вечен человек. Но где же он? Где жизнь его? Где век? Я и мое, между ними расставание, невежду смертью нарекли навек. В плену минут, покуда плоть жива, ты на ухабах держишься едва. Не говори, он умер, он оставил другим свои бессмертные слова. Полна соблазна жизнь и коротка, к изъянам духа вечность не чутка. Но где изъян, навряд ли ты заметишь, не проникая мыслью сквозь века. Мирского друг, враг вечности всегда, ведь два и оба из разного гнезда. Кто любит бренный мир, тот слаб пред вечным, и праведным не будет никогда. Nature can say, but humans are immortal, but they can thrive in no joke and laugh again. They ingomraces called the dust, the pattern between I and mine. Many are captives of the trajectory, and the souls they trip and they fall. But can one say that about one who left behind a mortal world? Who in this life is caught susceptible to temptation? Eternity is sensitive to the flaws of the mortal. You could be able to identify in what the mortal if you don't carelessly follow tips out.